Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ащы, тәбетті ашатын дайын спагетти қамырынан рамён тамағын дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар осындай піскен ет, жұмыртқа, сыр және рамён. Алдымен ыдысымызға суымызды құйып, газымыздың астын жағып қайнатып аламыз. Мен суды көз мөлшерімен осы бір рамёнға арнап құйдым. Суымызға спагеттидің ішіндегі дәмдеуіштерін салып жібереміз. Су толық бір қайнаған соң, біздің қамырларымыз толық піскенше тағы да 3-4 минут қайнатамыз. Ыдысымыздың астына осындай кішкене сырдан салып жібереміз, өзі еріп кетеді. Енді бетіне рамёнымызды құйып шығамыз. Мен осы бір адамға арналған порцияны 2-ге бөліп жасадым. Енді бетіне осылай еттерімізді қойып шығамыз. Менде сиырдың еті болды. Егер сіздерге тауықтың еті ұнаса, тауықтың етін салсаңыздар да болады. Осылай жұмыртқамызды және аскөгімізді салып, тамақты ұсына берсеңіздер болады. Достар, менің каналымнан басқа да өте оңай жасалатын рецепт түрлерін таба аласыздар. Жоғары осы сілтеме арқылы көрсеңіздер болады.